Балалардың жазғы демалыстағы уақытын тиімді әрі қызықты өткізу үшін ақылды каникулдар жазғы лагері ашылды. Лагерге келген балалар түрлі әдеби шараларға қатысып, демалыстарын пайдалы әрі қызықты өткізді. Жобаның мақсаты бүлдіршін балақайлардың бос уақытын кітап оқумен қатар түрлі интеллектуалды дамыту ойындары арқылы дүние танымын кеңейту еді. Балаларға арнап қызықты, танымды бағдарламалар жасалынды. Балалардың демалыс күні таңғы жаттығумен басталып, әрі қарай әдеби семантикалық ойындармен жалғасын тапты. Оқырмандардың сұранысы бойынша мультипульти кинозалында мультфильмдер тамашалап, оқиғалы кітаптар пазл батл ойынын және де жаңа кітаптар сіздерге балақайлар атты библиофреште ұсынылған жаңа кітаптармен таныстырылды. Ақылды каникулдар жазғы лагері. Жазғы кітап оқуды ұйымдастыру. Жаздағы кітап оқу балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттырады. Кітап оқу мәдениетін қалыптастырып, балалардың қиялын дамытады. Шығармашылық қабілетін шыңдайды және балаларды жазғы демалыс кезіндегі бос уақыттарын қызықты да пайдалы өткізуіне көмегін тигізеді. Жобаның мақсаты балалардың кітап оқу әдетін қалыптастырып, балалар мен олардың ата-аналарының жаз мезгіліндегі бос уақыттарын дұрыс ұйымдастыру еді. 2020 жылы өкінішке орай елді шарпыған індетке байланысты карантиндік тәртіпке бағына отырып, ақылды каникулдар жазғы лагерін қиялымдағы ертегі фанфикшн байқауы етіп өткізілді. Әрине, бұл байқау онлайн форматта өткізілді. Байқаудың ережесі бойынша оқырмандар өз фанфиктерін жазып, суретке түсіріп, кітапханашының WhatsApp нөміріне жіберіп отырды. Байқау әр апта сайын қорытындыланып, жаңа ертегі ұсынылып отырды. Байқауға 7-11 жас аралығындағы оқырмандар қатысты. Ал бұл байқаудың мақсаты өскелең ұрпақтың бойындағы дарынын, логикалық ойлауын және шығармашылық қабілетін арттыру еді. Өз ойын еркін, ашық айтуға баулу, балалық қиялына қанат бітіру болатын. Аталған жобаның қорытындысы 1 қыркүйек күні Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде байқау қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Балалардың жазған фанфиктері Ақылдым балалар журналына басып шығарылды. Бұл байқауды ұйымдастырудағы мақсатымыз балалардың ойлау қабілетін, шығармашылығын, тіл байлығын арттыру болатын. Кішкентай бүлдіршіндерді ертегілер тыңдау арқылы бойларына патриоттық сезім ұялату, адамгершілікке баулу, мейірімділік пен бауырмалдыққа тәрбиелеу. Қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыру мақсатында Әже ертегі айтшы жобасы қолға алынды. Аталған жоба Оңтүстік телеарнасының қолдауымен Балдәурен бағдарламасы арқылы жаңа форматта аптаның әр бейсенбісінде Оңтүстік телеарнасында кітапханашы әже балақайларға арналған ертегілер оқиды.